Проблемаларға көп ұшырайтын адамдардың кейінгілері самооценкасы төмендер. Мені ешкім жақтырмайды, еш зат кездестіре алмаймын, барлық жаман затлар маған келе береді дегенге ұқсаған пікірде жүретұғынлар. Және надыр түсініктер, әртүрлі қорқулар менен жүретұғын адамлар. Бір әйел қоңсысы асылып өлгенде, оған қайненесі өлген адамның рухы сол жерде 40 күн жүреді дегеннен кейін ол қорқып қалып, қараңғыда бір өзі жүре алмайтын болып қалған. Түнде бір өзі ұйқылай алмайды. Және бір әйел өзінің үйінде шай ауғат ішуге қорқып қалған. Оның себебін сұрағанда, келіні оған бір зат қосып беруі мүмкін екен. Оны кім айтты десем, мақсым әйел айтты дейді. Ол мақсым әйел емес, мошенница әйел. Олардың жұмысы сол адамлардың шаңырағын бұзу. Бұл адам баласы ауырғанда палкерге барған. Оған балаңды келін дуалаған, саған да бір затлар ішкізіп дуалауы мүмкін дегеннен кейін, ол өзінің үйінде жүріп, шай ауғат ішуге қорқып қалған. Проблемалардың бұлардан басқа да себеплері көп. Сеанстар davamında солардың бәрін анықтаймыз. Бір дана пікір яки қорқудың өзі адамның өмірін ұлыма бұзып жіберуі мүмкін. Осындай жағдайлар неврозларда да көп ұшырасады. Укол дәрілердің пайдасы болмағаннан кейін, жоғарыда айтылғандай, қос тырнақ ішіндегілерге барғанда, сенің ішіңе жын кірген деп айтып жіберсе, содан жоқ жынды шығаруға әр жерге қатынап қорқып жүре береді. Проблемалардың дерлік барлығы ілімсіздіктен келіп шығады. Адамның ішкі қорқулары укол дәрілеріменен кетпейді.